Алдияр, сізге Әбілқайыр хандығынан Керей мен Жәнібек сұлтандар келіп тұр. Кірсін. Көріңіздер. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум әссәләм. Келген шаруаларыңды айтыңдар. Ойраттардан жеңілген Әбілқайыр хан ашу-ызасын халықтан алып жазалай бастады. Салықты көбейтіп, тайпамыздың берекесін алуда. Сондықтан да біз бауырым Жәнібек екеуміз сізге бұйымтаймен келіп отырмыз. Бұйымтайым болса, айт. Бір аймағыңыздан бізге жер бөліп берсеңіз, сол жерде қоныстанып, өсіп, өнсек деген ойдамыз. Қандай ойдасың? Жер, халықтың байлығы, оны ешкімге де беруге болмайды. Ағайын қиналса, жақсылық жасаған жөн. Керей, Жәнібек. Иә, Алдияр. Төстіктегі Талас өзенінің бойынан, шығыстағы Алатау, терістіктегі көп теңізге дейінгі алқап әзірге тарылық етпес. Әбілқайырдан өш алар кез келді. Шекарамыздың батыс аумағының қауіпсіздігін қамтамасыз етуіміз керек. Әбілқайыр менің жауым. Яғни, менің жауымның жауы менің досым. Көптен көріспеген ағайын қайта көрісіп, араласып, татуласып кетеді. Қоныс жетеді. Көптен күткен арманымыз орындалды. Бір ту астына жиналар күн туды. Жақсылыққа жақсылықтың сәті болар. Ендеше бүгін менің қадірлі қонағым болыңдар. Қиналған елге көмек қолыңызды созғаныңызға Ырзамыз, Алдияр, ырзамыз. Жүр, жаттығу алаңына шығайық. Шықсақ шығай, дайынмын. Бүгін шындап шайқасамыз. Хан баласын жарақаттап, құн төлеп жүрмейін. Хан баласы, қара баласы деген ұғымды қой. Адамдардың бәрі бірдей. Оларды тек адалдық, қайырымдық, батырлық сияқты қасиеттері ерекшелендіреді. Ендеше бастайық. Қасым, ойқасаңшы. Жарайды, жалғастырайық. Мыналар қай бақадырлар? Ассалаумағалейкум, сұлтанем. Уағалейкум ассалам. Менің үшінші ұлым Қасымым ғой. Өз ұлы Хасен екеуін Атабек соғыс өнеріне баулып, әжептәуір үйретіпті. Әлгі Шахбұтақтың үлкен ұлы Мұхаммед қайсар жігіт болып өсіп келеді деседі жоқ. Менің Қасымым түбінде әлгі Шайбанның мықтым сынғандары. Оны орап өтеді. Аллам жар болсын. Жәнібек бауырым, соңыңызға ерген қалың жұрттың да, өз ұрпағымыздың да тағдыры сынға түсіріске бел байлағалы отырмыз. Иә. О, сұмдық. Сұлтанем, сұлтанем, сұлтанем. Не болып қалды? Сұлтанем сұмдық. Мені сіздерге қодан тайшы жіберді. Әбілқайыр хан ештеңе шешпей, еділ бойына аттанып кеткен соң, халық толқыды. Қызба жігіттер қаруға жармасып, хан ордасына шабуылдады. Шахбұтақ халықты қуып тастамақ болғанда, қақтығыс кезінде мерт болды. Не дейсің? Шахбұтақ мерт болды ма? Дәл солай. Әбілқайыр ұлының ажалын ешкімге кешпесін де. Ол жаңадан әскер алып келгенше үлгеруіміз қажет. Бұрындықты Есенбұғаға аттандырайын. Мына түстіктегі жалайырлар да, дулаттар да
анау Найман мен үйсіндерге хабарсыз қалмасын. Айтқаныңыз болсын. Әзірше әр рудан 1000 қарулы сарбаз жинасақ жарар еді. Түсіндім Керей аға. Хабаршым қасым болады. Уа, ағайын! Орда ежен бабамыздан бергі қаншама жылдар бойы Ақ Орданың туы жығылып берді сірә. Жоқ, не дегеніңіз? Кешегі Орыс хан мен барақ аталарымыздың кезінде қанатымыз жайылып, шаңырағымыз биіктей түскен жоқ па еді? Бірақ амал не? Әбілқайыр басымызға әңгір таяқ орнатып, елді тоздырды, елді аздырды. Амалсыздан жайлы қонысымызды тастап, Есенбұға ханның елін паналауға мәжбүр болдық. Бірақ біз бодан болып келгеніміз жоқ. Дербес ел боламыз деп келді. Ел боламыз! Ендеше ел боламыз десек, өз ханымызды сайлап алғанымыз жөн. Ел ағаларының ұйғарымы біреу. Ханымыз Керей хан! Керей хан! Керей хан! Уа, халқым, елім, ниеттеріңе ырзам. Сендерге қорған бола алмасам, маған сен. Айтқаныма ере алмасаңдар, саған сен. Уақыда осы. Хандығыңыз құтты болсын, хан ием. Бауырым, құтты болсын. Ұлы көштің қонысы жайлы болсын. Ел еңсесін көтерсін. Қоныс той, думандатып тойлайды.